келген жұмыстарыңызды айтып жатсыздар ғой. Енді мына Естосынов Айтқұл деген ағайменен жұмыстас болғанымыз туралы сұхбат бер деп жатсыңыз. Оларға рахмет. Ағайдың көптеген жақсылықтарын көріп, бірге жұмыстас болып, тіпті тонау тұрышта өскен, балалық кезінен бері қарай көз алдымызда өскен ағамыз. Оқып өтіп келгеннен кейін де осы аудандық больницада жұмыстас болдық. Қатты сөзін естігеніміз жоқ. Көптеген заттарын үйрендік. Менің бір таңғалатын жерім осы 99 жылы мен мына жерде Жарыгер Сырым деген інім ауырып туберкулез открытый форма. Соның қасында 2 ай отырып система қойып, содан кейін менде бір күшті құрғақ жөтел пайда болды. Бір айдай жөтеліп, соны терапевттерге бардым. Терапевттер туббольницаға жіберді. Туббольницаға барсам Света рентгенге түсті. Рентгенге түстім де түсіп келсем тек ойбай алтын сенде тек нежная дробовая пневмония ревесторонный жатасың деді. Үйге келіп жинақталып тез-тез рас шығар қосын енді открытый формаға жұғады ғой деп больницаға барып жатайын деп аттым да. Ол уақытта уже Айтқұл ағай марқұм тие берсін. Қатаң жатыр, қатаң жатса да біліп тұрмын. Халатымды шешіп, киіп тұрып қайттан шештім де қыздарға мен бір жерге барып келейінші, қазір келем дедім. Жақсы деді, соны мен киініп шығып кеттім де салып отырып 3-ші ауылға Айтқұл ағайдың үйіне келдім. Үйіне келіп едім, келіні шықты, Ақбала дейтін өзімнің құрдасым еді. Кіруге болмайды деді. Қатын қойшы, кіремін деп, Жұлдызбай ағай бар ғой деп кіріп кеттім. Соны ағай алдынан шықты, Жұлдызбай ағай бағып отыр екен. Ағай еді, Сәнбек ағай солай мен сөйтіп келатырмын деп едім. Ай ағаң оған жараса болар еді, қатаңдау жатыр-ау деді. Сосын ар жақтан Айтқұл ағайдың дауысы. Аға, алтын емес па, жібере қойыңыз деді. Кірдім, ішке кірсем ағай уже қатаңдау отыр екен. Содан адамға көмектескісі келген адам қайтса да есебін табады ғой. Аға, мына кроватта терезеге жақындатып қой жіберіңіз деді. Ағай Айтқұл Жұлдызбай ағай екеуміз екеулеп терезенің алдына қойдық көлдереңдеп. Сосын мен пленкамды алды да терезеге қарады. Кім саған туберкулез деп айтқан деді. Света жауап бардым деп едім. Оттамасын деп айтты. Даже у тебя бронхит дейді. Жатпа больницаға. Айтқұл айтты деп айтып бар деп. Қуана киініп алып больницаға келдім. Заттарымды алып, халатымды қайттан нетіп жинап алып деп жүгіріп қуанып шықтым. Сол уақытта деймін, мен білместікпен жатып қалсам бір қателікпенен. Ана туберкулездің дәрілері ол уақытта өте күрделі, бірнеше дәрі береді ғой, қазіргідей топтастырылған емес. 40 дәріні ішемде жаңа бауырды кетіріп, немесе сол жерден туберкулез жұқтырып, уайымменен неменен шығуы мүмкін ғой. Сол жерде менің бір көретін жарығым бар шығар. Ағай көрінді де тыныш жатсын, көп көмегі тиді. Содан кейін Сарғада бір азақ уақыт жұмыстас болып, 95-96-лар ма екен бір. Содан енді ауылдық жер болғаннан кейін біз көп ол уақытта осы біздің ауылда іш ауру көп, соның ішінде. Содан бір күні алтын бір жерге барып келейік дейді. Не болды деген, ана Кенжебек Бақытжанның сөйтіп қызы ауырғанын білетін Алтын. 1-2 рет больницаға жатып болмады. 10 айлық жасқа жақындаған бала. Бардық екеуміз, барсақ, бала алды артынан бірдей бітіп кеткен спичка, обезвоженный, кәдімгі құп-құрғақ болып қалған бала. Айтқұл ағай Бақытжанға қарап, үйде тауық бар ма деді. Бар деді. Бір тауықтың басын шабасың баланың үшін деді. Болады деді. Соны бір тауықтың басын шауып, сойып, соның жемсауын алғызды. Жемсауын алып, қайнатып, ұзақ қайнаттырып, сорпа қылып, балаға сол бойда бір бердік. Содан кейін мына сорпа таусылғанша бердік. Ертесі күні хабар алсақ, уже бала жақсы болып қалған екен. Сондай халықтың алғысына бөленген жан ғой. Ана бір жылдары осы сарауыру көп болды бізде. Прививка жоқ, ол уақытта сарауруға қарсы прививка жоқ кезде сарауыру деген балалардың арасында өте көп болды. Солардың алғашқы сатысында келген адамдарды құлағын тартып, ағай жайлап емдейді. Сосын дальше ары қарай больницаға бар. Енді ол больницаға бармасаң бәле болады ғой. Қысқарақ жатасың деп жіберетін еді. Соның больницасына барып, содан кейін бір аз уақыт жатып, шығып көмегін көрген адамдар. Енді талай қызық бар ғой, өмірде талай қызық бар. Бір күні ағай түнгі сағат 10-да келіп тұр. Алтын екеуміз бір жерге баруымыз. Қайда барамыз? Қалдыбаевтардың үйінде біреу ауырып жатқан күні соған барайық. Келсек, үйінің Бөкенбай деген баласы марқұм, Кекбай деген баласы ауырып жатыр екен. Алдындағы уақытта айтып болған. Сол енді бұрында аш жүрмеген шығар, бірақ дегенмен арақ ішетін адам тамақ ішпейді. Сол айтқан кезінде тамақтан да көпті болып, оның үстіне арақ ішіп, соны алды-артынан бірде кетіп жатыр екен. Түнгі сағат 11-ден бастап бейнеуден системаларын дәрілерін алдырып, таңғы сағат 3-ге дейін система қойып, таңертең жайлап қалқ етіп орнына отырғызып кеттік. Ағайдың сондай көмектерін көрдік. Сосын ағай бізге үйретуден еш жалыққан емес. Сұрамасақ та бір ауру келіп отырса,
әуелі ана ауруға қара дейді, қара, сосын мына менің запись, бұл уақытта картаға жазады ғой, ручной, картаға жазып отырады, қазір мына ауру кеткесін, ауруға дұрыстап қарап қал, жалобысын дұрыстап тыңдап қал дейді, соны тыңдап отырамыз, сосын кеткесін ағайдың записіне қараймыз, не берді, не қойды, не қыл деп айтты деп. Сол арқылы үйренесіңдер, сендердің қастарында дәрігер жүрмейді, мыналар сені талай дәрігер жоқ жерге, алыс жерге жұмсайды, сонда сендер қарап қалмаңдар. Мына үйренгендеріңді, сен көптеу ағайдан да көп үйрендің ғой деп қояды маған. Мен ағайдан да үйрендім ғой талай зат, осыны миыңа тоқып ал дейді. Сонда карталарды қарап, сосын ағайдың кітабы түспейді ғой қолынан. Кітаптан, мына кітаптың бәленше бетінде бәлен деген ауру бар, соны қара дейді. Қарасаң дәл сол жерде сол ауру туралы жазылған, соны түсініп, кейбір біздің орысшаға түсінбейтін жерлерімізді ағай қазақшалап түсіндіріп, жеткізе түсіндіретін еді ғой талай. Енді біздер ұстаздық көмегін, ағалық көмегін, ағайындық көмегін көп көрген адаммен мен өз қарабасым тұрышта бірге өстік, бірге жүрдік, бір ауылдың адамдарымыз ғой. Жалпы ар жағы жуас, тұқымы текті ауыл ғой. Менен жарларды өзімді мақтайын, соның ішінде Тоқтамыс ауылы. Мен осы көршіміз, ағайымыз, бәрі ағай, Үркербай ағайда жуас, Айтқұл ағай сірә, үйіндегі шешеміз, енді кәкеміздің сөзіміз болмасын, былай тихий жуас кісі болғанмен бір шым-шыма тілі бар, күлдіріп қойып адам сөйтіп отыратын адам еді ғой. Ол кісінің де бір система қойып соңғы кездерде көп ауырып жүрді, сөйтіп отырамыз қасында. Бір күні барсам, үйде жалғыз екен, шешем де жоқ. Шешем қайда деп едім. Білмеймін, осы үйде 7 бөлме бар, 8 бөлме бар, соның бәрі бос. Осы түкпейде мен жатырмын. Көкжадағайды айқара жамылып шешемге кетті, білмеймін қайқы кеткенді. Бір кезде шешем келді. Системасын қойып отырып, емделіп. Мен тісім ауырып, қатты тісім ауырып отыра алмай отыр едім дейді. Кемпір, илан бар ма үйде дейді. Бар болу керек дейді. Шешем білмеймін деп ойланып қойды. Құрғыр ана жердегі ана жүк аяқта бар деп. Сөзден алғызып, кішкентай илан сындырып беріп, мен тісіме салып, сөйтіп, сонда ол ар жағында кәкелеріміздің де емнен хабары бар адам екен. Жаңа Айтқұл ағай шөппен сірә емдейді. Айтқұл ағай дейтін шөппен көп бәрінен, шөптерді көп біледі. Күйіп отпен емдейді, тағы да бір шөптерменен осы бұлауға түсу жолдарын, былай сырттан емдеу, сырттан жағу, сумен жуыну, шөп, сыпшымдарменен. Соларды көп біледі, бірақ енді біз ол кезде жаспыз ба, ештеңеге мән бермедік. Әлде мына Совет одағының оқу өтіп кеткен ба, оларды қолданғымыз келмеді ма, ешқандай сұрап, оны ары қарай бір өзімізге үйренейік деген ниет болмапты, жастығымызда шығар мүмкін. Сосын ағайдан бір көргенім, баяғы Союздың кезіндегі қарабақыр тиындер бар ғой, копейктер, 5 тиындық, 3 тиындық, соларменен, соларды бір жерлеріне, бір нүктелерге басып емдеп жатады біреулер. Сонда да соған да қарап, қай жерге қойып жатыр деп ойламаппыз. Ағай тиынмен бірдеме істеп жатыр дейміз де жүре береміз, ары қарай сұрамаймыз. Енді сол істерімізге кейде өкінеміз, өсігіні білгені зиян жоқ. Біреуге істемесең де, өзіңе істесең де, өзіңнің семьяңа істесең де пайдасы тисе, ол адамға жарым ырыс қой. Ағайдың жуастығы сол. Bir күні Зәуре апай іште, үлкеніміз сол ғой, Зәуре апай бір әңгіменің ретінде айтты. Айтқұл ағай, Айтқұл айналайын, үйленбей не қылып жүрсің? Балалы шағалы болатын уақытың көп. Уже сенің қатарларын қыз ұзатып келін алып жатыр дегенде, Зәке, оны не қыласың? Мен аяқпен әлі айырылысқаным жоқ қой, заңда айырылыспағаннан кейін мен қалай үйленемін дейді. Жалпы содан кейін ол әңгіме қозғалған жоқ, жабулы күйінде қалды. Ағайдың орнында басқа адам болса, Зәке, сол саған не шаруа десе де бітіп қаласың ғой. Соны жайлап жеткізіп сөйдеді. Сосын апайға қойды. Соныменен ағайдың жұмыс жолы дейтін өте ол кездерде қиын болып, қызықта болған шығар ой үшін, бірақ өзінің жұмысын іште деп жүрді. Айтады ғой, ішкенменен өз жұмысынан қалмаған, уақытымен келеді, ауруларын дұрыстап қарайды, жауаптылықпен жұмыс жасаған адам ғой. Сонысымен біздің есіміз дегенде мәңгі сақталады. Ағайды әлі ол өзіміз баяғыдай көреміз, сыйлаймыз, семьясын сыйлаймыз. Мына ауылда бір Гүлнар деген қыз отырады. Мен соны көргенде де бір Айтқұл ағайдың көзін көрдім ғой. Айтқұлдың қызы деген көзқараспенен қараймын да, ағайдың қызы ғой деп біреу сұраса да, Айтқұл ағайдың қызы ғой деп атам. Жаңа өзімше бір ар жағымда аяушылығым тұрады. Гүлнарды көрсем бір түсті боламын да өзім. Ағайды көргеннен кейін әке жоқ, шеше жоқ. Мына ағайдың, Үркербай ағайдың тәрбиесінде болып оқуларын бітіріп бәрі орын тапты ғой. Үркербай ағайға да рахмет. Үркербай ағайдың қожанасыр кісі ғой енді.
бір күні көршісі Әмин деген жігіт жүгіріп келді. Кешке қарай уже алтыда жұмыстан барып, қысты күні өзі жаңа шешініп жатыр. Ойбай алтын апа жүр. Біздің көрші өлейін деп жатыр. Бет аузы нәм болып кетті, құлағы бетіп кетті, беті сөйтіп кетті. Басқа деп жүріп барсам, ағай жатыр, бет аузы нәм болып ісіп кеткен, құлақ деген қалқайып кеткен, сөйлей алмайды. Не болды десе, Арыстан апай көрсетіп, неғыру бір нәски әкеліп деп. Апай қайда білсін, жылы болсын деп қысты күні базардан махровый нәски әкеліп берген. Соны келгенде ағам қораға қарай тартқан, қораға жақындағанда мына бақайларының арасы қышып бастады дейді. Соны қораға барып шешіп қарап едім, біртүрлі қызарып бара жатқан сияқты. Соны тездетіп үйге келгенше уже бет ауыз бәрі, құлақ бәрі ісіп болған. Манағы нәскиден аллергия берген екен. Содан мен не етіп, уколдарын салып, хлоростигальций салып, бұл уақытта хлоростигальцийді өте көп пайдаланамыз. Қазір білмеймін, енді пайдаланбайтын болып тұр. Содан жайлап қайтарып, таңертең ағайға 10 шақты күн іштен укол алыңыз дедік. Содан ағай таңертең уколға келіп, 10 шақты күн уколын аяқтап, жаңағы ауруы қайтып сөйткеннен кейін, қыздар, сіздерге подарка деп түскі автобустан кезінде қолында бір пакеті бар, келіп столдың үстіне қойып қалды. Әлгі пакет тоңқыт етсіз, бір-бірімізге қарап жымсиып күлдік те қойдық. Ағай кеткесін қарасақ, ішінде бір коньяк. Мана базардағы, ол уақытта ашық базар, жылу жоқ, базардағы алма күн аяз тас болып қатып қалған. Содан бір-екі келі алманы салып, манағы базардағы әйелдер ағайдың аңқаулығын пайдаланып қоя берген. Манағы алмалар үсіп жатыр, тас болып. Ол бізге алма не керек? Бір коньякты бөліп салып алдық та, 5-6 қыз болып әбетке үйімізге рахметімізді айтып кеттік қой. Енді Болысбек әкеміздің бір қатты күліп, бір жағынан бір қапаланып қалған жері, көрісудің кезі, көрісуден кейін бір ай өтті, апрель уже. Апрельде Бейнеуден бір ағайын інілері келді. Мен система қойып отырмын, бір қолы жоқ қойды. Бір қолына бүйтіп система қойып өтем, анаңыз сөйтіп есіктен қарап та, Болсеке көрсейін деп келіп едім, қолыңыз бос емес екен ғой деді. Сонда кәкеміз кешігіп келген қонаққа мынау да жарайды деп аяғын бүйті. Шешеміз тұрып, әй қойшы құрғырды, әй баланы ұялтып деп сөйтеді. Сонда мына 10 километр жерде тұрып, осы уақытта көрісуге келе ме адам деп, ана кісі жаман ыңғайсыздыққа қалып қойды. Соны ойлап отырмын, кәкеміз неге деп айтты екен деп. Ол енді ағайындықпен өзіне тартып, ертерек келіп қол ұшын алғаны жақсы көргені сыйластық деп ойладым менің жерде. Солай енді бұл семьялар туралы көп затты білеміз, әлі күнге дейін балалармен араласамыз. Ағайдың бір інісі менің класстасым болды, ол да марқұм болып кетті. Енді бәрін білеміз ғой, сол енді қысқаша ағайдың өмірі деген сондай.